Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін осындай әдемі, өте жұмсақ, алғаш рет жасағаннан шығатын сосиска в тесте істейміз. Жасалу жолы өте оңай, өте дәмді шығады. Сіздер де істеп көріңіздер. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне тұз, шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді дрожжымызды сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырғаннан кейін електен ұнымызды өткіземіз. Ұнымызды өткіздік. Енді араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап илейміз. Осылай жұмсақ шығу керек. Енді қамырымыздың бетін жабып, жылы жерде толық ашығанша күтеміз. Бір жарым сағат кетеді. Енді қамырымызды майлап жаятын боламыз. Қамырымыз жабыспау үшін майлап жатырмын мен. Толық ашыды. Енді кесеміз қамырымызды осылай ұзын етіп. Енді сосискамызды ораймыз. Біріншіміз дайын. Қалғандарында дәл осылай барлығын орап шығамыз. Листімізге салып, жұмыртқамыздың сарысымен бетіне жағып шығамыз. Енді әсемдігі үшін күнжіт. Ол өз қалауларыңызша. Енді пешімізге 180 градусқа 30-40 минутқа саламыз. Осылай қызарып, әдемі боп шығады. Ас болсын.